Ассалаумағалейкум, құрметті игі жақсылар, құрметті достар. Қазір мен сізге кішкентай балаға қалай дем салудың жолын үйрететін боламын. Ендеше бастаймыз. Бірінші Фатиха сүресін оқимыз. Сонан соң аятул курси, сонан кейін Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін. Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін бір-бірден оқып салсаңыз болады. Үш-үштен қайталап салсаңыз болады. Яғни кішкентай балаға дем салатын кезде көп сүре оқудың қажеті жоқ. Қысқа аяттар, қысқа сүрелерді оқып дем салсаңыз өте пайдасы тиеді, керемет пайдасы тиеді. Қараңыз, егер балаңыздың ыстық көтерілген болса, оны алдымен дәрігерге көрсету керек. Дәрігер ем-дом жасайды, сонан кейін параллельно дем салсаңыз болады. Ал қазір мына Омар баламызды біздің пациент, біздің клиент дем саламыз Омар баламызға, иә? Бұл ешқандай ауру жоқ. Бұлай көсілден сақтау мақсатында Құран аяттарын оқып дем салатын боламыз. Ендеше бастайық. بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Үш рет оқып салуға болады. Мен бір реттен қайталаймын. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Амин, алхамдулилля, ассалату ассаламу ала расулилля. Аллах Таалам қасиетті болмыш Құран аяттарын осы Омар балама Аллахым шифа қыл, жолын ашық басып бәлежен қашық қыл. Аллахым екі дүние бақты, екі дүние тақын өзі. Бирахматке саллаллаху алейхи ва саллям. Қалайсың балам, жақсың ба? Күшті ма? Жеңілдеп қалдың ба? Ой, тамаша, мінекей. Қараңыз, Алла Таала Құран кәрімде айтады: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Қараңыз, Құраннан біз шифа түсіреміз дейді. Және бұл мүминдер үшін, мұсылмандар үшін мейірім, рахым, ал залымдарға тек қана қасіретті арттырады дейді Құран. Неге залымдарға қасіретті арттырады? Олар Құранға амал жасамағандықтан оларға қасірет. Көрдіңіз ба? Сондықтан Құранда шифа бар, достар. Неке, осы Құран аяттарын оқып, осылай балаңызға дем салып жүретін болсаңыз, ешқандай Алланың қалауымен жамандық болмайды. Алла өмірлеріңізге берекет, бастарыңызға амандық, дендеріңізге сауық берсін. Ауырмаңыздар ағайын, аман жүріңіздер. Көз тілден сақ болыңыздар.